Қыс мезгілінде тойымды болатын сіздерге май қамыр тағамын көрсететін боламын. Әр жерде әртүрлі айтады. Біреулері май қамыр дейді, біреулері нан салма дейді. Біз жақта май қамыр дейді. Құрамына керегі ет, картошка, сәбіз және пияз, бұрыш, тұз және дәмдеуіштер қосатын боламын. Енді осы заттарымыздың барлығын турап, қазанға қурамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекейіңіздер, біз барлық қосатын қоспамыздың бәрін турап алдық. Енді осыларды қызып тұрған майға қуырамыз. Мінекей біздің етіміз, сәбізіміз және бұрышымыз, пиязымыз қуырылды. Енді осылардың ішіне томатын салып су құямыз. Тұзын салуды ұмытпаңыздар. Қуырылып жатқанда тұзын салып жіберіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, мінекей сорпасын толтырып құйдым. Суын молдау болған жақсы, сорпасын ішкенге де, қайнағанға да. Одан кейін қатты сақырлап кетпесін. Қайнағаннан кейін шамалап төмендеу қоясыздар оттарын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сорпамыз қайнап жатыр. Тұзын, дәмдеуіштерін салуды ұмытпаңыздар. Арасында осындай патриктеріңізді істеуді ұмытпаңыздар. Пиязбен май, томат қосып, қуырып аласыздар. Жақсы шамалы сорпадан құйып, әдемі патрикті дайындап қоясыздар. Тамақтың бетіне суғанға қосып қуырыңыздар. Қуырып, сорпамыздан жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай сорпасын құйып қойдым. Мінекейіңіздер, подрывка қайнап жатыр. Енді осы подрывканы шамалы астын бәсеңдетіп қоямыз. Тұздығымыз дайын болады. Біз дәл қазір май қамырымыздың қамырын илейтін боламыз. Оған керегі тұзды су және бір жұмыртқа қосатын боламыз. Бисмилля, жұмыртқамызды жарып бастаймыз. Мінекейіңіз қамырымызды илеп бастаймыз. Бисмилля. Жұмыртқасын салып қойдық. Енді суымызды құйып, қамырымызды илейтін боламыз. Мінекейіңіздер, қамырын илеп жатырмыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны жарты сағатқа не 20 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін бір қайтарып жіберіп, тағы да бір 10 минутқа қойып қойып, одан кейін барып жаятын боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды жаямыз. Жайып болғаннан кейін көрсетемін сіздерге. Көріп тұрғандарыңыздар, қамырымызды жайып болдық. Енді осыны тураймыз. Мінекейіңіздер, біздің қамырымыз дайын болды. Осын енді суға салып аламыз. Мінекейіңіздер, суға салып жатырмыз. Қозғауды ұмытпаңыздар, жабысып қалмасын. Суға тұз салуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің қамырымыз қайнап жатыр. Піскеннен кейін аламыз. Біз тұздығымызды құйып қойдық. Мен көбіне бала-шағам пиязды онша жемегендіктен бір шетіне ғана салдым. Енді қалған тұздықтарын салатын боламыз. Жаймендеп салып жатырмыз. Мен сіздерге салып болғаннан кейін көрсетемін. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Май қамырымыз ас болсын бәріңізге. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден қолдау күтемін.